Қамырды бұл жолы шпинатқа елеп, кешкі асқа өте ерекше тойымды тағам жасадым. Шпинатты жуып, үстінен азып су құйып, блендермен езіп аламыз. Менің сапалы ыңғайлы блендерім Maester дүкенінен алдым. Оның үстінен 2 жұмыртқа, тұз, ұнын салып, қатты қамыр илеп 3-4 минутқа қалдырамыз. Maester дүкенінен сонымен қатар өзіме осылай көптен армандап жүрген көмекшімді алған болатынмын. Бұл лапша резка 3 түрлі насадкасы бар. Тек қана лапшаны кесіп қана қоймай, қыздар қамырды әдемілеп жайып алуға да болады екен. Уақытыңызды үнемдейтін өте керемет құрал. Етімізді әбден қуырғаннан кейін пиязды да қуырамыз, дәмдеуіштерін саламыз, көкөністерді салып су құйып, еті піскенше бұқтырамыз. Картоп, бұрышты да салып, яғни бұқтырып пісіріп аламыз. Ал енді қамырды ұсақ бөліктерге бөліп, осы қамыр жайғыш бөлігінен өтіп, қамырымызды жайып аламыз. Бұл жерде қамырды 6 түрлі режиммен жаюға болады. Яғни қалың, орташа, өте жіңішке деген осындай режимдері де бар екен. Ал енді осы әп-әдемі қамырымызды осындай әдемі лапшалар жасап алдым. Бұл жерде бұдан да басқа жіңішке лапша жасайтын екінші насадкасы да бар. Енді қайнап тұрған суымызға салып лапшаларымызды 5-6 минуттай пісіріп алатын боламыз. Енді дәмі өте керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Лапша резка кәдімгідей маған көмек болды десем болады. Тіпті осы лапшалардың барлығын бір 6-7 минуттың ішінде бітіріп алдым десем де болады. Баршаңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіз. Бұл салатты бір көргеннен қарыннан хе салаты ма деп сұрап жатады. Мүлде олай емес. Жазда ең көп жасалатын ең керемет салаттардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіз. Барлық баялдың қабығынан аршып, ұзыншалап турап, тұз, су құйып, ашылық кеткенше қалдырамыз. Кляр дайындаймыз. 2 жұмыртқаға күштен өткізілген сарымсақ және тұз, 2-3 ас қасық ұн салып араластырамыз. Бізде міндетті түрде қоймалжың болу керек. Енді баялдылардың барлығын салып, аунатып, қызып тұрған майда 2 жағын қызартып қуырып аламыз. Бізде тез арада осылай қызарып піседі. Енді дәмі деген өте керемет болып шығады. Осылай қиярмен жасасаңыз, барлығын қуырып алғаннан кейін енді қиярымызды ұзыншалап тураймыз. Одан кейін қызанақты да қиғаштап турап аламыз. Мейлінше сәл ірілеу етіп тураған дұрыс. Енді барлығын бір тысқа жинаймыз. Және мен морковча салаты қостым. Ол болмаса сәбізді күштен өткізіп қоссаңыз болады. Және тағы да күштен өткізілген сарымсақ, ақжелкен, аскөк, уксус 9%-лық тұз және 1 ас қасық соевый соус қосып жақсылап тұрып араластырамыз. Бізде бұл салат тез арада дайын болады. Өте керемет болып шығады. Сондай-ақ сочный болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмінің өзі енді өте ерекше болып шығады. Және менің пайдалы парақшама тіркелмесеңіз, міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Парақшамда түрлі пайдалы рецептерді көре аласыз. Баршаңызға ас болсын.